Бұл жігіт Сун Ян өрт сөндіру бригадасының капитаны. Бір күні ол жарақат алып, ауруханаға түсті. Оны таң қалдырғаны, оны емдейтін дәрігер, оның орта мектептегі құрбысы Су Циннен басқа ешкім емес екені анықталды. 10 жыл бұрын Су Цин жаңа мектепке ауыстырылды. Онда оның сыныптасы Сонг Ян болды. Оны бірінші рет көргенде, ол бірден оған ғашық болды. Олар тез дос болып қана қойған жоқ. Алайда Су Циннің анасы олардың қарым-қатынасын, олардың шығу тегі әртүрлі болғандықтан құптамады. Сонг Ян орта таптағы отбасынан шыққан, ал Су Цин ауқатты және ықпалды отбасынан шыққан. Анасының қысымымен Су Цин Сун Янмен қарым-қатынасын үзіп, оның жүрегін жаралады. Ол екеуі енді ешқашан кездеспейді деп ойлады. Бірақ тағдырдың басқа жоспарлары болды. 10 жылдан кейін олар қайтадан бетпе-бет кездесті. Сун Ян өзінің алғашқы махаббатын бірден білсе, Су Цин оны тани алмады. Өйткені ол бетперде киген. Сан Янның командасы дәрігерге оның аузын қатты бетке соғып, тістерін ауыртып алғанын айтты. Су Цин оларға тіс дәрігеріне баруды ұсынады. Бірақ түн кеш болғандықтан, өрт сөндірушілер оны Сон Янға ауырсынуын жеңілдету үшін ауырсынуды басатын дәрі беруге көндіреді. Су Цин Сон Яннан тістерін мұқият қарап шығу үшін маскасын шешуін өтінгенде, ол кенеттен емханадан шығып, оның жағдайы жақсы екенін және емделуді қажет етпейтінін айтты. Ол кеткеннен кейін Су Цин есеңгіреп қалды. Оның санасында әртүрлі ойлар пайда болды. Ол бұл көздер туралы ойлайды және науқастың мектептегі досынан басқа ешкім емес екенін түсінеді. Күдігін растау үшін ол сыртқа шығады. Бірақ өрт сөндірушілер жүк көлігіне секіріп үлгерген. Команданың басқа мүшелері Сун Янға Су Циннің аурухананың сыртында күтіп тұрғанын хабарлайды. Бірақ Сун Ян одан қашып, кенеттен үйден шығып кетеді. Келесі күні Су Цинге оның үйінің менеджері қоңырау шалып, үйінің жанындағы өрт туралы хабарлайды. Мұны естіген ол бірден аман қалғандардың барлығына көмек көрсету үшін оқиға орнына баруды ұйғарады. Осы уақытта Сонг Ян және оның командасы оқиға орнына жетеді. Бірақ ғимаратқа баратын жолды көлік жауып тастайды. Иесі еш жерде көрінбейтіндіктен, олар мәселені өз қолдарына алады. Бірге жұмыс істеп, олар көлікті көтеріп, бүйіріне аударып, өрт сөндіру көлігінің жанып жатқан ғимаратқа баратын жолын тазартады. Оқиға орнында хаос болып жатыр. Ғимараттан түтін шығып, ауа сиреналардың айқайына толып жатыр. Команда ғимаратқа қарай бет алған кезде, Су Цин зардап шеккен адамға көмек көрсету үшін өрт сөндірушілерге қосылғысы келіп, көпшіліктің арасынан шығады. Сонг Ян инстинктивті түрде оның қолынан ұстап, оны азаматтық деп санайды. Сонг Янды көргенде, Су Цин өзінің шынымен де сол күні ауруханаға келген өрт сөндіруші екенін түсінеді. Ол оған өзінің дәрігер екенін және өз қызметін ұсыну үшін осындай екенін айтудан тартынбайды. Медициналық көмектің қажеттілігін түсінген Сонг Ян Су Циннің өзімен бірге жүруіне рұқсат беруге келіседі. Оқиға орнына жеткен соң, Сун Ян бастаған өрт сөндірушілер тобы жанып жатқан ғимаратқа кіреді. Олар аман қалғандарды ішінен таппақшы. Осы уақытта Су Цин сыртта зардап шеккендерге көмек көрсетіп жатыр. Кенеттен ғимараттың ішінде бірдеңе жарылып жатқандай жарылыс болды. Өрт сөндірушілердің нұсқаушысы біреу зардап шекті ме деп сұрайды. Бақытымызға орай, барлық өрт сөндірушілер қауіпсіз. Олар ғимараттың ішінде әлі де жарылыстар болуы мүмкін екенін білді. Сондықтан іздеу операциясын тоқтатып, командаңызды кері шақырған дұрыс. Нұсқаушы Су Чжун барлығына көшеге қайтуды бұйырады. Бірақ Сонг Ин сол жерде біреудің көмек сұрап жатқанын көреді. Ол бұрышта отырып, көмек сұрап, жылап отырған кішкентай бала. Сонг Ян оған көмекке келеді. Сун Ян баланы шығарып салған сәтте үлкен жарылыс болып, ғимараттан үлкен жалын атылды. Барлығы Сун Янға алаңдайды. Бірақ біз оның қолында сәбиі бар түтіннен шығып жатқанын көреміз. Су Цин, егер ол жарақат алса, оған көмектесу үшін тез арада Сун Янға барады. Бірақ Сонг Янның жағдайы жақсы. Нұсқаушы Су Чжун оның қасына келіп, келесі жолы нұсқауларды орындауды сұрайды. Осы кезде оның қасына өрт сөндірушілер тастап кеткен көліктің иесі келді. Бұл спорттық көлік болды. Сондықтан иесі оны зақымдағаны үшін өрт сөндірушілерге ашуланды. Сонг Ян оған өте жақсы қарайды. Ал Су Цин оның жанында тұрып, бәрін бақылап отырады. Қайтып келе жатқанда, Со Чжун Сонг Яннан зардап шеккендерге көмектескен әйел дәрігерді білесіз бе деп сұрайды. Бірақ Сони ештеңе айтпайды да учаскеге қайтады. Келесі күні Со Чжун Сонг Яннен дәрігер туралы тағы да сұрауға тырысады. Бірақ Сон Ян бұл сұрақты елемейді. Алайда, тереңде Сонг Ян ол туралы ойлана береді. Екінші жағынан Су Цин қоймасынан сөмкесін алып шығады. Сөмкенің ішінде оның өткен күндерінен Сунанға қатысты кейбір заттар бар. Мысалы, үстінде Сунан есімі жазылған күрте. Ол Сунанмен бірге өткен күндерін есіне алады. Олар қабырғаларға граффити салған. Содан кейін ол Сунаннан құмырсқаның үйіне барады. Немесе ол бұрын сонда тұрған. Бірақ тәтесі мен қызы оны көргеніне қуанбайды. Олар оны ішке кіруге де шақырмайды. Олар оған Сонг Янның үйлеріне жиі келмейтінін айтады. Өйткені ол көп уақытын өрт сөндіру және құтқару станциясында өткізеді. Келесі күні Су Цин ауруханада жатқан кезде оған ерлі зайыптылар келді. Бұл әйел күйген қолын емдегісі келеді. Су Цин оларға дәрі беріп жатыр. Бірақ олар көбірек көңіл бөлгісі келеді. Осы уақытта өрт сөндірушілер келеді.
олар жарақат алады. Сондықтан Су Цин оларға көмектесу үшін тез орнынан тұрады. Күйіп қалған әйелі бар ер адам Су Цзинді тоқтатуға тырысады. Өйткені ол оның әйеліне көбірек көңіл бөлуін қалайды. Бірақ оның әйелінің жарақаты соншалықты ауыр емес. Сон Йен сонда бар. Ол Су Цинді ол кісіден тез құтқарып, дәрігерден аулақ жүруін өтінеді. Ауруханадан шыққаннан кейін Су Цин Сонг Йенмен сөйлесуге жүгіреді. Бұл олардың соңғы 10 жылдағы алғашқы шынайы әңгімесі. Онда Су Цин Сонг Йенді бір шыны кофеге шақыруға тырысады. Бірақ Сонг Йен оған қатал. Ол ешқандай қызығушылық танытпайды және Су Циннің барлық ұсыныстарын қабылдамайды. Келесі күні Су Цин жұмыстан кейін көлігімен үйіне қайтты. Қаланың түкпір-түкпірінде дауылды ауа райы орнап, оның көлігі нөсер жаңбырдың салдарынан көшеде жиналған судың ортасында тоқтап қалды. Ол көліктен түспек болды, бірақ есік кептеліп қалды. Оның үстіне көліктің ішіне су жинала бастады. Ол мазасызданып, жедел жәрдем шақыру үшін тез арада 119 нөміріне қоңырау шалады. Біраз уақыттан кейін көмек келді. Және бұл Сун Яннан басқа ешкім емес. Ол бар күшімен көлікті алдынан көтеріп, алға қарай сүйрейді. Содан кейін ол терезенің әйнегін сындырып, Су Цинді көліктен түсіреді. Қауіпсіз жерге жеткен соң, Сонг Йен Су Цинді осы ауа райында далаға шыққаны үшін сөгеді. Сосын оған құрғақ күртешесін беріп, үйіне қайтуын өтінеді. Сун Йеннің өзі осы дауылды ауа райында зардап шеккендерге көмектесу үшін қайықпен жүзіп барады. Келесі күні Су Цин досы Саумен бірге оның клубында болады. Даяшы оларға өрт сөндірушілердің қауіпсіздік жүйелерін тексеруге келгенін айтады. Мұны естіген Су Цин орнынан тұрып, Со Янды іздеуге шығады. Бірақ ол жерде жүйені тексеруге келген әйел офицер бар. Ол Сун Янның ең үлкені. Осыдан кейін Су Цин жуынатын бөлмеге барып, ерлі зайыптылардың сүйісіп тұрғанын көрді. Содан кейін ол Сан Янмен клубтарда өткізген күндерін есіне алды. Бұл оның Сонг Янмен қайта кездесуге деген құштарлығын оятады, және ол бірден клубтан кетеді. Ол Сан Янмен кездесу үшін өрт сөндіру және құтқару станциясына барады. Бірақ Сан Ян онымен кездесуден бас тартады. Ол күзетшіден Су Цинге бұл жолы станцияда жоқ екенін айтуын сұрайды. Бірақ ол шын мәнінде біраз қашықтықта тұрып, Су Цинге қарап тұр. Нұсқаушы Су Чжун сол жерге келіп, Сонг Йеннен Су Цинмен кездесуін сұрайды. Бірақ ол онымен қайта кездесуден бас тартады. Ол бәрін ұмытып кетті және өзінің өткенімен еш нәрсе жасағысы келмейді. Келесі күні Су Цин Сонг Яннан Аннаның үйіне барады, немесе ол сол жерде болады. Ол оған сол дауылды түнде Сонг Ян сыйлаған күртешесін қайтарып береді. Содан кейін ол оның өмірін сақтап қалғаны үшін алғыс айтады. Бірақ Сонг Ян одан неге онымен қайта кездесуге тырысып жатқанын сұрайды. Ол оған үйленуге дайын болғанша онымен қайта кездескісі келмейді. Су Цин мұны естігенде шошып кетеді. Бірақ ол жауап бермей тұрып, Сонг Ян оған үйлене алмайтынын айтады. Өйткені оның мұндай шешім қабылдауға күші жетпейді. Сондықтан Сонг Ян онымен қайта кездескісі келмейді. Су Цин үнсіз сол жерде тұр. Оған жауап жоқ. Осыдан кейін біз жол-көлік оқиғасы болып, көлік арнаға құлап кеткенін көреміз. Зардап шеккендерді осы қайғылы жағдайдан шығару үшін құтқару тобы бар. Жедел жәрдем көлігі де сол жерге жедел жәрдем дәрігерлерімен, соның ішінде Су Цинмен бірге келеді. Құтқарушылар зардап шеккен адамды көліктен түсіру үшін көліктің шанағын кесіп жатқанда, кенет көлік төбеден төмен қарай сырғып кетті. Су Цин көліктің ішінде зардап шеккен адамға көмек көрсетіп жатыр, және көлік корпусының өткір ұшынан жарақат алуы мүмкін. Бірақ Сонг Йен оның артынан келіп, оны құтқарады. Алайда ол өткір ұшымен машинаның артқы жағына қатты зақым келтірді. Жәбірленуші шығарылып, ауруханаға жеткізілді. Су Цин Сан Юдан жарақат алғандықтан ауруханаға келуін сұрайды, бірақ Сон Йен онымен емделуден бас тартады. Су Чжун сол жерге келіп, Сон Йенді ауруханаға жатқызуға мәжбүр етеді. Ауруханада Сон Йен басқа дәрігерден емделуін сұрайды. Бірақ Су Цин оған басқа дәрігер бергісі келмейді. Ол одан көйлегін шешуін сұрайды. Содан кейін Су Циннің жарасын антисептикпен өзі жуады. Содан кейін ол жараны тігіп, таңғыш қояды. Таңғышты салғаннан кейін Су Цин Сонг Янның көзіне қарап, оған тағы да сүйіспеншілік танытуын өтінеді. Бірақ Сонг Ян оған жауап бермей тұрып, бөлмеге клубта болған өрт сөндіру бөлімінің қызметкері кіріп келді. Оның есімі Ли Мен, және ол Сон Янға алаңдайды. Ол оған көйлегін киюге көмектесіп, онымен бірге патшаға қайта баруын өтінеді. Оның да Сонг Янға деген сезімі бар сияқты. Су Цин мұның бәрін үнсіз бақылап отыр. Ли Мен бөлмеден шыққан соң, Су Цин Сонг Яннан оның сүйіктісі ме деп сұрайды. Бірақ Сонг Ян Су Цинмен ажырасқысы келмейтінін айтады. Өйткені ол 10 жыл бұрын бір рет басынан өткерген ажырасу азабын қайта көтере алмайды. Ол кезде ол жас еді. Сондықтан ол ауырсынуды бастан өткерді. Бірақ қазір оның қайтадан құлап кетуге күші жетпейді. Осылай деп, ол бөлмеден шығып кетеді. Ал Су Цин өзінің ескі күндерін еске алып жылайды. Бөлменің сыртында Ли Мен де Сун Яннан әйел дәрігер туралы сұрайды. Егер ол дәрігерге қызығушылық танытса, ол Сун Янды ықыласпен тастап кетеді. Бірақ Сун Ян екеуінің де, өрт сөндіруші әйелдің де, дәрігер әйелдің де мүмкіндігі жоқ екенін айтады. Біздің кейіпкеріміз қатал жігіт еді, оны еріту оңай болмас еді. Келесі күні Су Цин есігінің үздіксіз қағылғанын естіп оянады. Ол есікті ашады. Ал бұл құтқару тобы ғимараттың сыртынан
кездейсоқ соққыға жығылған баланы құтқару үшін үйінің балконын пайдалануға рұқсат сұрайды. Ол рұқсат береді. Ал команда баланы тез арада құтқарады. Содан кейін Су Цин баланың қолын таңып тастады. Себебі ол жарақат алды. Кетер алдында Су Цин өрт сөндірушіден Сонг Янның байланыс нөмірін оған хабарламай-ақ жіберуін сұрайды. Содан кейін ол Сонг Яннан шай ішуді сұрайды. Өйткені ол бұл баланы құтқару үшін көп күш жұмсады. Сонг Ян 1 минутқа тоқтап, үйінде шай ішеді. Сонг Ян ғимараттан шығып бара жатқанда, Су Цин оған терезеден қоңырау шалып, осы демалыс күндері бос па деп сұрайды. Бірақ Сонг Ян оны тағы да елемей кетіп қалады. Түнде Су Цин өрт сөндірушілер жіберген Сонг Янның байланыс нөмірін алады. Ол Сонг Янның WeChat профилін қарап отырып, бақытты көрінеді. Келесі күні Су Цин Сонг Янмен кездесу үшін өрт сөндіру және құтқару станциясына өзі келеді. Ол оны кездесуге шақырады. Бірақ Сонг Ян оның ұсынысынан бас тартады. Содан кейін ол одан емделуді талап етеді. Өйткені ол бір күн бұрын осы баланы құтқару үшін үйіне кіруге рұқсат берген. Қазіргі уақытта Сонг Янның оны емдеуден басқа амалы жоқ. Олар кездесуге келіседі. Ал Сонг Ян өзінің нөмірін Су Цинге жария еткен өрт сөндіруші баланың алдынан жүгіреді. Өз командасының капитаны болғанына қарамастан, ол әлі де өз командасының барлық мүшелерімен өте достық қарым-қатынаста. Олар кездескен күні біз Су Циннің ерекше оқиғаға дайындалып жатқанын көреміз. Оның құрбысы тіпті оған макияж жасауға көмектеседі. Сонг Ян да жаңа шаш үлгісін жасап, содан кейін қалаған кездесуге барады. Олар осыдан 10 жыл бұрын бірге барған жергілікті мейрамханаға барады. Осы романтикалық сәтте біз Сонг Янның үнемі жақсы болуға тырысатын бейшара Су Цинге қатыгездікпен қарағанын көреміз. Ол тіпті тамақты өте тез бітіріп, Су Циннен тезірек тамақтануын сұрайды. Су Цин оның тапсырысын орындап жатыр. Бірақ ол тағы да аузында көп тамақ бар сүйкімді болып көрінеді. Сонг Ян оның сүйкімділігіне төтеп бере алмай, оның сүйкімділігіне бой алдырмас бұрын мейрамханадан шығып, оның тамақ әзірлеп біткенін күтеді. Осы уақытта оған полиция бөлімшесінен қоңырау шалып, оның немере ағасы Зай Мияоны полиция тұтқындағаны туралы хабар келеді. Сун Ян полиция бөлімшесіне қарай жүгіреді. Сол жерде ол Си Мияоның жалған тауарлар сатқанын білді және оның көптеген сатып алушылары оның үстінен шағымданды. Ол қазір жеткізушісінің атын айтпады. Су Цин Си Мияоны өзімен бірге алып, онымен оңаша сөйлеседі. Оның айтуынша, егер Си Мияо өз қателігін шынымен мойындап, тергеуге көмектессе, Сонг Ян ол үшін бәрін жасай алады. Әйтпесе, полиция не болғанын оның мектебіне хабарлайды, және ол мектепті бітіре алмайды. Си Мао өзінің жеткізушісі туралы айтуға келіседі, және полицияға барлық мәліметтерді хабарлайды. Бірнеше күннен кейін өрт сөндірушілер құтқару жұмыстарын жүргізіп жатқан кезде үлкен жарылыс болды. Өкінішке орай, Сун Янның досы, нұсқаушы Со Чжун жарылыс болған жерге өте жақын болғандықтан, ол көптеген жарақаттар алды. Ол жедел жәрдеммен ауруханаға жеткізілді. Сонг Ян бұл хабарды естіген бойда, ол да ауруханаға жүгірді. Ол жерге жеткенде, Со Чжунға қауіп төніп тұрған жоқ. Бірақ денесінің бір жағы толығымен күйіп кетті. Оның беті бүйірінен күйіп, енді бір қолын қолдана алмайды. Сонг Ян бұл көрініске қатты қайғырады. Өйткені ол Со Чжунның енді онымен жұмыс істей алмайтынын біледі. Олар бір-бірінен бөлек тұруы керек. Олар 8 жылдан астам бірге өмір сүрді. Енді олардың өмірлері бір-бірінен алшақтап кетті. Со Чжун Сонг Яннен мұңаймауын өтінеді. Өйткені ол енді ата-анасына көбірек көңіл бөле алады. Сонг Ян мен Со Чжун бұл тақырыпта өткен күндері айтысқан болатын. Со Чжун қарт ата-анасына көбірек көңіл бөлу үшін оны үйінің жанындағы станцияға ауыстырғысы келді. Бірақ Сун Ян онымен бірге негізгі станцияда болғанын қалады. Енді Со Чжун станцияда қалуға келіскендіктен бұл апат орын алды. Сонг Ян да осы мәселе бойынша онымен жанжалдасқанына өкінеді. Енді Сонг Ян Со Чжунның оны ауыстыру туралы өтініш білдірмегенін де біледі. Ол жай ғана онымен ұсақ түйек үшін ұрысып қалды. Бірнеше күннен кейін Со Чжунның денсаулығы қалпына келген соң, ол тиісті құрмет рәсімімен қоштасады және олардың қолбасшылығының барлық айрым белгілерімен марапатталады. Бұрын біз Су Циннің нағыз ата-анасы апаттан қайтыс болғанын көрдік. Ал мен отбасы оны асырап алды. Мен отбасында оған жақсы қарым-қатынаста болғанымен, асырап алған анасы мәртебесіне байланысты Сун Янмен бірге болуына рұқсат бермеді. Мен отбасы Су Цинге барлық жағдайды жасады. Тіпті оны жақсы хирург етіп өсірді. Қазіргі уақытта оның анасы Су Цинге үйлену тойына біреуін таңдау үшін ер адамдардың бірнеше суретін көрсетіп жатыр. Олардың бірі бай отбасынан шыққан Цан. Су Циннің анасы екеуіне де кездесу ұйымдастырады. Бірақ мейрамханада олар сөйлесіп тұрған кезде Су Цин Сонг Яннен хабарлама алады. Ол ауруханада төтенше жағдай болғанын айтып, мейрамханадан тез шығып кетті. Үйде Су Цин анасына біреумен кездесіп жүргенін айтқанда, анасы одан отбасылық нормадан төмен кез келген адаммен кездесуді тоқтатуды сұрайды. Ол Су Цинге егер ол Сонг Янмен кездесуді тоқтатпаса, 10 жыл бұрын ол кездегідей ана боламын деп қорқытады. Екеуінде ажыратты. Ол тіпті әкесімен сөйлесуге тырысады.
бірақ оның көзқарасы да анасының көзқарасымен сәйкес келеді. Ол сондай ақ қызының өз деңгейінен төмен адаммен бірге болғанын қаламайды. Келесі күні бұрынғы Ю Цин мен Сонг Ян мейрамханада болған кезде, кенеттен сол мейрамхананың асханасында оқыс оқиға орын алды. Сонг Ян кезекші болмаса да, өрт сөндіруші ретінде ас үйге тез жүгіріп кіріп, әйелді құтқарып қалды. Ол оны қолына алып, қауіпсіз жерге алып кетті. Бұл әйел Сю Циннің Чжу Сао есімді досы екені белгілі болды. Ол Сонг Янға қатты қызығушылық танытты, өйткені ол оның төтенше жағдайда адамдарға ерлікпен көмектесіп жатқанын көрді. Ол үнемі Су Циннен Сонг Янның байланыс нөмірін сұрайды. Ол дәл қазір Сонг Янмен кездескісі келеді. Су Цин оған олардың қарым-қатынасы туралы айтпайды және оған Сонг Янның байланыс нөмірін береді. Ю Сао оған қоңырау шалғанда, Сонг Ян оған онша мән бермейді. Сонымен қатар ол ұсынған тағамнан бас тартады. Су Цин осының бәрін тыңдап қуанады. Оның адамы адал адам. Ол бақытты болуы керек. Бірақ Ю Сао оңай жеңілетін адам емес. Ол Сан Иенмен қайта-қайта сөйлесе береді. Бір күні Сонг Ян онымен кездесуге келіседі. Ал Ю Сао бұл туралы Су Цинге айтады. Бұл оны қатты қынжылтады. Со Янға деген қайғысы мен ашуында ол көп ішеді. Содан кейін мас күйінде Сонг Янның үйіне барады. Сол жерде ол Со Янға деген барлық сезімін төгіп тастайды. Ол олардың арасындағы қарым-қатынасты қалпына келтіруге тырысатын жалғыз адамын деп ойлайды. Ал Сон Ян тіпті оған қарай қадам жасағысы да келмейді. Ол оны олардың қарым-қатынасына немқұрайлы қарады деп айыптайды. Цзы Мао да сол жерде болып, немере ағасының Су Цин үшін жасаған құрбандықтары туралы айтуға тырысады. Бірақ Сонг Ян оны тоқтатады. Ол барлық азапты жалғыз өзі жеңгісі келеді және Су Циннің шындықтың ауыртпалығын көтергенін қаламайды. Ол өзін қайғыра алады, бірақ сүйіктісінің мұңын бір сәтке болса да көре алмайды. Келесі күні Сан Ян кетіп бара жатқанда, ағасы оған махаббатын қайтаруға кеңес береді. Ол Сан Янның бақытты екенін, оның сүйіспеншілігін алудың екінші мүмкіндігі бар екенін, сондықтан оған жету үшін бар күш-жігерін салу керектігін айтады. Сонг Ян Су Цинге қоңырау шалып, онымен кездесуін сұрайды. Олар Су Цин тұратын ғимараттың сыртында кездеседі. Су Цин оны үйіне алып келеді. Ал Сонг Ян Су Цинге тамақ әзірлейді. Осы әсерлі сәттерде Су Ян өзінің жүрегі туралы айтады. Ол Су Цинмен кездескісі келеді. Бірақ ол Ширтидің оны отбасының алдында жақтағанын қалайды. Сан Ян дәл қазір Су Цинден ажырасуға шыдай алмайды. Сондықтан ол Су Циннің барлық мүмкіндіктерін, оның бір қырын ойластырып, қарым-қатынасқа түскенін қалайды. Бірақ Су Цин отбасына қарсы шыға алмайды. Ол тіпті Сун Янға әрқашан онымен бірге боламын деп уәде бере алмайды. Бірақ Сун Ян соңғы шешімнің қабылданғанын қалайды. Олар қазір бірге бола ма, жоқ па? Олар енді бір-бірін ешқашан көрмейді. Осыдан кейін Сан Ян кетіп қалды. Ал Су Циннің ағасы Ин Чин Су Цинді өзімен бірге алып кетуге келді. Сапар барысында Су Цин ағасына өзін қожайынының еркіне сай әрекет етуге үйретілген жануар сияқты сезінетінін айтады. Ол сондай ақ Сонг Янде отбасымен бірге тұрғысы келетінін айтады. Бірақ енді қайсысын таңдайтынын өзі шешуі керек. Мен алмаймын. Келесі күні біз барлық өрт сөндірушілердің Ю Сао жіберген тағамнан ләззат алғанын көреміз. Ол әлі күнге дейін Сонг Янды таңғалдыру үшін достық қарым-қатынаста болуға тырысады. Бірақ Сонг Ян оған қоңырау шалып, оған қайтадан тамақ жіберуге қатаң тыйым салады. Ол сондай ақ оған Су Циннің оның алғашқы махаббат екенін айтады. Сонымен қатар, біз Сонг Янның оны жалғыз қалдырып, басқа біреуді іздеу керек екенін айту үшін онымен бұрын кездескенін білеміз. Сун Янның бұл қылығына ренжіген Ю Сао Су Циннің қасына келіп, оған Сун Ян екеуінің арасында болғанның бәрін айтып береді. Ол Су Цинге олардың қарым-қатынасы туралы ештеңе айтпағаны үшін ашуланады. Енді ол екеуі туралы білген соң, сен Су Цинді Сонг Янмен татуласуға шақыруың керек. Бірақ Су Цин екеуінің де татуласуы оңай емес екенін біледі. Содан кейін біз Су Циннің қайтадан анасына барып, оның махаббаты туралы сөйлескенін көреміз. Ол Сонг Янның арқасында өзін үнемі үйде сезінетінін айтады. Ол онымен бірге болғанына қуанышты. Сонымен қатар Сан Ян оған көп көңіл бөледі. Бірақ анасы оған ашуланады. Ол тіпті Сан Янның есімін естігісі де келмейді. Ол оны жаман отбасынан шыққан, әдептілігі нашар және өткені нашар деп айыптайды. Ол Сан Янның тәрбиесі нашар болған болуы керек деп ойлайды. Және бір күні ол Су Чинді тастап кетеді. Өйткені ол оны тек байлығы үшін аулайды. Шын мәнінде Сан Янның анасы күйеуін Сан Ян әлі кішкентай кезінде тастап кеткен. Ол Сан Янның әкесінен де бай басқа біреуге барды. Осыдан кейін Сан Янның әкесі оның опасыздығынан көп іше бастады. Үй шаруасының барлық ауыртпалығы Сан Иннің мойнына түсті. Содан кейін бір күні Сан Янның әкесі қатты суық ауа райы мен алкогольді шамадан тыс тұтынудың салдарынан үйінің сыртында өлі күйінде табылды. Сан Ин дәрменсіз болып, жалғыз қалғанымен, анасы ол үшін ешқашан оралмады. Ол өзінің жаңа өмірімен айналысты. Содан кейін Сан Ян Су Цинмен кездесті және ол оның өмірін түбегейлі өзгертті. Олар дос болып, бірге уақыт өткізіп, бір-біріне бақыт көзі болды. Олар сондай ақ Сан Янның анасымен кездесуге барды, бірақ ол онымен кездесуге де келмеді. Сол күннен бастап Сан Ян анасы ол үшін қайтыс болды деп сенеді. Бірақ Су Цин онымен бірге болды. Ол оны бұрын бақытты еткен. Бір күні ер адам құтқару тобын шақырып,
үйінің төбесінен ара ұясын алып тастады. Өрт сөндіруші осы ұяны тазалап жатқанда, суретке түсу үшін тайып тұрған. Осыған байланысты аралар ұшып, Сун Янды тістеп алады. Сун Янды ауруханаға апарады. Сол жерде оның емделуіне Сю Цин қатысты. Ол оның киімін шешіп, содан кейін жарасын емдейді. Бұрынғы Ю Цин Сун Янды жалаңаш денесімен емдеп жатқанда, бөлмеге кенеттен бірнеше медбике кіргенде ыңғайсыз сәт туындайды. Оларды көрген Сун Ян шалбарын есегіне тез тартып алады. Емделіп болған соң, Сонг Ян аурухананы басқарып жатқанда, Су Циннің ағасы Ян Циннің өзіне жақындап келе жатқанын көреді. Ян Цин Сонг Янды тоқтатып, онымен сөйлеседі. Ол сондай-ақ оның әпкесін көруді доғарғанын қалайды. Өйткені Сонг Ян олардың отбасылық жағдайына сәйкес келмейді. Бірақ Сонг Ян Яншин бұл мәселені Цинді қанағаттандыру үшін қалдыруы керек дейді. Өйткені бұл оның өмірі, және ол онымен бірге болғысы келмейтінін өзі шешуі керек. Яншин ағасы болғандықтан, әпкесі үшін ең жақсысын қалайды. Бірақ Сонг Ян оған өзінің нағыз ағасы емес екенін және Су Цинге тым иелік ететінін еске салады. Ян Цин де Су Цинді Сонг Янға қарсы шығуға бірнеше рет көндіруге тырысты. Бірақ ол әрқашан жақсы нәтиже бермеді. Ян Цин өзін анасы сияқты суық адам сезінбесе де, Сонг Янмен әлі де проблемалары бар. Ол Сонг Ян ешқашан Су Цинге оның отбасы сияқты мейірімді болмайтынын айтады. Бірақ Су Цин Сонг Янды жақсы адам деп санайды. Өйткені ол көптеген адамдардың өміріне көмектесті. Оның кейде отбасынан шыққаны маңызды емес. Оның адамзат үшін соғатын мейірімді жүрегі бар. Осыдан кейін біздің құтқару тобына тауда қалып қойған бірнеше туристті шығарып салу тапсырылды. Құтқару тобы туристерді табу жоспарын жасап жатыр. Және біраз уақыттан кейін, өте ауыр жұмыстан кейін, оларды ақыры тауып алады. Бірақ туристердің бірі ауыр жарақат алып, ауруханаға жеткізілуін де күте алмайды. Сонг Ян шұғыл түрде Су Цинге қоңырау шалып, барлық жағдайды түсіндіреді. Бұрынғы Ю Цин содан кейін Сонг Янға орманда жараланған туристке алғашқы медициналық көмек көрсетуге көмектеседі. Негізгі көмек көрсетілгеннен кейін олар науқасты шығарып, орманнан жолға шығады. Бірақ өрт сөндіруші жолда тайып кетіп, жартастан көлге құлап кеткен. Сонг Ин оны құтқару және экипажға қайтару үшін төменге түседі. Бірақ өрт сөндірушінің аяғын ауыр тас басып қалады. Ал Сонг Ин оны бұл тастан жалғыз өзі шығара алмайды. Сонымен қатар, оларда үнемі ауыратын жараланған науқас бар. Сонг Ин өз командасынан туристерді базалық лагерде қалдыруды. Содан кейін олардың көмегіне қайта оралуын сұрайды. Бұл арада Сонг Ян өзінің өрт сөндірушісінің қасында қалады. Ол оған үнемі үміт пен жылулық сыйлайды. Су Цин өз үйінде отырып, Сонг Янға алаңдайды. Өйткені ол оның мәтіндік хабарламаларына жауап бермейді. Құтқару тобы базалық лагерге жетіп, барлық туристерді аман-есен сонда қалдырады. Содан кейін олар өрт сөндіруші досы мен капитанын алып кету үшін орманға қайтады. Сонг Ян қауіпсіз жерге оралғаннан кейін қатты шаршады. Базалық лагерде олар барлық туристердің, олардың туыстарының және жаңалықтар жүргізушілерінің бұл жерден кетіп қалғанын көреді. Олар құтқару тобының қайтып оралуын да күтпеді. Сон Янның айтуынша, бұл олардың орнына ештеңе күтпестен адамзаттың игілігі үшін аянбай еңбек ету керек өмір түрі. Ол Су Цинге хабарлама жіберіп, станцияға аман-есен оралғанын хабарлайды. Хабарламаларды көрген Су Цин жеңіл дем алып, содан кейін ұйықтауға кетеді. Со Чун жарақат алғаннан кейін станциядан кетіп бара жатқанда, құтқару тобының жаңа нұсқаушысы Цзан болды. Бұл Су Цин анасының өтініші бойынша бұрын кездескен адам. Енді ол Сон Енға олардың құтқару тобымен операция кезінде медициналық топ болуы керек деп кеңес береді. Өйткені олар бұл туристерді орманнан алып шыққан кезде медициналық топтың қажеттілігін сезінді. Цзан да бұл идеяны шенеуніктеріне ұсынды және оларды медициналық таппен қамтамасыз етуге келісті. Су Цин құтқару тобына өз міндеттерін орындауға көмектесу үшін өз командасының дәрігерімен және бірнеше медбикелерімен бірге келеді. Ресми таныстырудан кейін Су Цин өрт сөндірушілерге алғашқы медициналық көмек көрсетудің негізгі әдістерін үйрете бастайды. Ең алдымен, ол оларға жасанды тыныс алуды және Сонг Янды өз пәні ретінде үйретеді. Ол Сун Яннан кеудесіндегі нүктелерді көрсету үшін көйлегін шешуін сұрайды. Егер науқас тыныс алмаса, басу керек. Сонг Ян көйлегін шешіп тастайды. Бірақ Су Цин оның жалаңаш денесіне қолын тигізгенде, ол мазасызданып, кету үшін орнынан тұрады. Келесі күні өрт сөндірушілер өздерінің медициналық тобына күштерін арттыру үшін жаттығулар өткізеді. Су Цин жүгіру жолында жүгіріп келе жатқанда, Сонен жақын маңдағы жүгіру жолына шығады. Су Цин Сонг Янның өзінен жылдамырақ жүгіріп келе жатқанын көріп, өзінің жүгіру жолының жылдамдығын да арттырады. Бірақ Сонг Ян бұл жылдамдықтың оған тым ауыр екенін біледі. Сондықтан ол төмен түсіп, Су Циннің жүгіру жолын тоқтатады. Су Цин артқа шегінгенде тобығы ауырып отырады. Ол өте жылдам жүгіргені үшін тобығын созып жіберді. Сонг Ян оның тобығын емдейді. Ал барлық өрт сөндірушілер оларға таңдана қарайды. Келесі күні құтқару тобына жол-көлік оқиғасы туралы шұғыл қоңырау түседі. Құтқару тобы медициналық таппен бірге оқиға орнына барып, зардап шеккен адамдарды ертіп жүреді. Медициналық топтың қатысуымен зардап шеккендерге дер кезінде тиісті медициналық көмек көрсетіледі және осылайша адамның өмірі сақталады. Құтқару тобы бұл миссияны ұмытылмас ету үшін фотосуретті басады. Сонымен қатар Су Цин мен Сонг Янның арасындағы сезімдер артып, олар бірте-бірте жақындай түседі.
Өйткені олар осындай миссияларда бірге жұмыс істейді. Станцияға оралғанда Су Цин Сан Янның өрт сөндіру және құтқару орталығының әйел қызметкерімен сөйлесіп тұрғанын көреді. Ол оны қызғанатын сияқты. Ал Сан Янмен ол туралы сөйлескісі келгенде, ол тіпті отқа май құйып, одан күдіктенбейді. Сондықтан кегі алу үшін Су Цин Сонг Янның көзінше Цзанмен де сөйлеседі. Ол тіпті Сон Янды қызғандыру үшін онымен сөйлесуді жалғастырады. Осыдан кейін Сон Ян Цзанмен Су Цин туралы сөйлескенде, Цзан тіпті олар мейрамханада кездесіп жүргендерін айтып, оны мазақ етеді. Сонымен қатар Су Циннің анасы олардың бірге болғанын қалайды. Сол жерде Сонг Ян оған Су Циннің оның алғашқы махаббаты екенін айтады. Ал Цзан күліп жібереді. Ол осы уақыт бойы жай ғана ақымақ болды, және ол екеуі туралы бұрыннан біледі. Екінші жағынан, Су Циннің анасы қызының құтқару тобында жұмыс істейтінін білді. Сондықтан ол аурухана директорынан медициналық топты қайтарып алуды сұрайды. Өйткені жас әйел дәрігерлер қауіпті жерлерде құтқару жұмыстарына қатысуға жарамсыз. Ол сонымен қатар мейрамханада Сун Янмен кездесуді жоспарлап отыр. Сол жерде Сю Циннің анасы Сан Ян отбасын жойғанын және сол кезде Сан Янды жойып жіберуі мүмкін екенін мойындайды. Бірақ Сан Янның әкесі одан болашақта Сан Янға зиян тигізбеуін өтінді. Сондықтан ол оны сол кезде жалғыз қалдырды. Сан Ян Су Циннің анасы оның әңгімесіндегі нағыз жауыз екенін біледі. Сондықтан ол одан енді оның өміріне араласпауын сұрайды. Өйткені ол қазір балалық шағындағыдан күштірек және төзімдірек. Ол отбасын және Су Цинді одан құтқару үшін қолдан келгеннің бәрін жасауға дайын. Осылай деп, олардың кофесінің ақысын төлеп кетіп қалады. Учаскеге оралған Цзан Сонг Енге билік медициналық топтың ауруханаға қайта оралуын қалайтынын айтады. Сонг Ен мұның артында Су Циннің анасы тұрғанын біледі. Сондықтан ол өзінің өрт сөндірушілеріне медициналық топтың өмірін қамтамасыз ету бойынша негізгі дайындықтан өтуін, сондай-ақ олардың осы уақытқа дейінгі уақытын қалайды. Медициналық топ кетеді. Жерде біз кейбір медбикелердің су құбырының саптамасын ұстап тұрып, өздерін өрт сөндіруші ретінде сынап көргісі келетінін көреміз. Бірақ судың қысымы олардың бақылауынан шығып кеткенде, олар Су Циннің суретін басқан кезде оны суландырады. Мұны Сонг Ян да бақылап отыр. Ол Су Цинді киім ауыстыратын бөлмеге апарып, формасын киюіне рұқсат береді. Ал әзірше ол суық тиіп қалмас үшін шашын кептіріп жатыр. Ол тіпті 10 жыл бұрынғыдай шашын тарайды. Осы кезде Су Цин Сонг Еннен олардың ажырасқан 10 жылы туралы бірдеңе айтып беруін сұрайды. Ол бәрін, оның ішінде әскердегі өмірінде білгісі келеді. Бірақ Сун Ен оның сұрағын елемейді. Бұл Су Циннің оған ашулануына себеп болады. Сан Ен әскерде жантүршігерлік өмір сүрді. Ол тапсырма бойынша жараланды және өлімге жақын болды. Бірақ Су Цинмен кездесуге деген құштарлық оның аман қалуына көмектесті. Оның тіпті оттығы да бар еді. Ол үнемі Су Циннің суретін өзімен бірге алып жүретін. Бұл оттық пайдалы болып шықты және оның денесіне оқтың тиіп кетуіне жол бермеді. Сонымен қатар, Сун Ен оған өзінің өткен өмірі туралы айтқысы келмейді. Өйткені Су Циннің анасы оны жоғарылатуда әрқашан кедергі болды. Сондықтан ол әскерден кетуге мәжбүр болды. Осыдан кейін біз Су Циннің анасы жіберген тағы бір хатпен танысқанын көреміз. Олардың күнделікті өмірін талқылай отырып, Су Цин бұл адамға өзінің жігіті бар екенін айтады. Су Цин анасы жіберген еркектерді көргісі келмейді. Ол Сан Янмен бірге болғысы келеді және ешқашан басқа ешкіммен кездеспейді. Бұл арада Сан Ян Су Цин туралы олардың кішігірім жанжалынан кейін ойланады. Ол үшін уайымдап, оның профиліндегі суретіне қарайды. Су Цин ауруханада жатқанда, ол кездейсоқ оған телефон соғады. Олар тағы да кішкене романтикалық дауды бастайды. Оның барысында Су Цин Сонг Янның эквалайзері нашар екенін айтады. Өйткені ол эмоцияларына мән бермейді. Қоңыраудан кейін Су Цинге құтқару тобы өз ауруханасында шұғыл жаттығулар өткізетіні туралы хабарланады. Ал Су Циннен оған көмектесуін сұрайды. Бұл жаттығуға дәріханада пышақ жарақатын алған дәрігер ретінде қатысыңыз. Қазір жаттығу кезінде Су Цин өзінің құтқарушысы Сун Янды дәріханада күтіп тұр. Бірақ ол жаққа өте кеш келеді. Осылайша Су Цин оған ашуын білдіреді. Өйткені ол оны көптен бері күтті. Кенеттен бүкіл ғимарат дірілдей бастайды. Бұл жер асты дүмпулері ауруханадағылардың бәрін таңғалдырады. Сонг Ян Су Цинді сөрелерде жатқанның бәрі олардың үстіне құлап кетсе, оны ықтимал зақымданудан қорғау үшін оны көрпемен тез жауып тастайды. Жер сілкінісі тоқтаған кезде сынған көзілдірігі оның аяғына зақым келтірмеу үшін Су Цинді қолына көтеріп, содан кейін оны дәріханадан алып шығады. Ол Су Цинді сол жерде қалдырады, ал өзі басқаларға көмектесуге барады. Осы уақытта барлығы жер сілкінісінен құтылу үшін ғимараттан жүгіріп шықты. Бірнеше күннен кейін Су Цин өзінің суреті салынған оттықты Сонг Енге қайтарып берді. Ол оны өрт сөндірушілердің жүк көлігінен тауып алды. Содан кейін Су Цин қуанышпен бірге татуласуды ұсынды. Оған Сон Ен күлімсіреп жауап берді. Бұл олардың енді бірге болатынын білдіреді. Бір күні зергерлік дүкеннен құтқарушыларға қоңырау шалып, әйелдің саусағына сақина тағып, оны тексеріп жатқанын хабарлады. Бірақ қазір ол саусағына жабысып қалды. Оны сақинаны кеспей алып тастауға болмайды. Бірақ мәселе мынада, сақина өте қымбат және құтқарушылар оны кесіп тастаса, күйеуі оны төлеу керек. Бұл әйел үнемі жылап,
не істерін білмей қалады. Сонымен қатар, күйеуі оны саусағына осындай сақина тағып жүргені үшін үнемі сөгіп отырады. Бұл жерде біздің құтқару тобы бұл әйелдің ұлын сақинаны кесуге рұқсат беруге көндіріп жатыр. Өйткені анасы үнемі ауырып тұрады. Ол келіседі және олар сақинаны өз құралдарымен кесіп тастайды. Сонымен қатар, олар дүкен менеджерінен осы сақинаны басқа нәрсе жасау үшін пайдалануды және ақшаны сол әйелдің отбасына қайтаруды сұрайды. Менеджер келіседі. Осылайша олар мәселені шешеді. Содан кейін біз өрт сөндірушіні көреміз. Ол жер сілкінісінен зардап шеккендерге қатты алаңдап, капитаны Сонг Ян одан үзіліс сұрағанына қарамастан, оларды құтқару үшін үнемі жаңа құрбандарды іздейді. Сонг Ян оның қасына келіп, оның мазасыздануының себебін сұрағанда, Цзан Ю оған жер сілкінісінен зардап шеккен аймақта болған анасымен байланыса алмайтынын айтты. Түнде Сонг Ян оған шенеуніктен анасымен байланысуын сұрауға тырысамын деп уәде берді. Өрт сөндіру бөлімінің қызметкері Ли мен Цзан Юның анасының аман есен екені туралы хабармен келді. Бұл барлық өрт сөндірушілерді қатты қуантады. Қалаға оралғанда, біз Сонг Иннің Су Цзинге жақындап келе жатқанын көреміз және ол көшеде жүргенде оны сағындың ба, жоқ па деп сұраймыз. Құтқару миссиясы зардап шеккендерге көмектеседі. Су Цзин оны мазақ еткісі келіп, оны мүлде сағынбағанын айтады. Мұны естіген Су Цзин оны тоқтатып, құштарлықпен сүйеді. Олар үйге кіріп, романтикалық сәттерді бірге өткізеді. Өйткені олар бірге, сондықтан олар Су Цзиннің үйінде тұрады. Сон Ян сонымен қатар Су Цзинге қандай да бір қорғаныс құралдарын сатып алады. Егер ол кез келген жерде соққыға жығылса, ол осы жағдайдан шығу үшін оларды пайдалана алады. Екеуінің де жүректеріндегі бір-біріне деген сүйіспеншілік пен құрмет айтарлықтай артты. Олар қазір өмірлеріндегі кез келген уақыттағыдан да жақын. Жер сілкінісі кезінде Сонг Ян құрылыс қоқыстарының үлкен салмағынан ауыр жарақат алған кезде Су Цзин Сонг Янды емдеу үшін төменге түсу керек деп талап етті. Ол бұл жерде өте қауіпті екенін білді, бірақ ол жылап Сонг Янды құтқару үшін осыған бару керек екенін айтты. Өйткені Сонг Ян оның өмірінің қайнар көзі болды. Егер оған бірдеңе болса, ол да өмір сүре алмайды. Ақырында ол Сео Янды емдеу үшін төменге түсіп, иве енгізді. Содан кейін медбике оған қоңырау шалып, басқа науқасты емдеу үшін сол жерде қажет екенін айтты. Ол сонда барды. Осыдан кейін өрт сөндірушілер Сонг Енді сол жерден құтқарды. Аға дәрігер Сонг Енге ота жасап жатыр. Таңертең Сукен басқа науқастарды емдеуден босатылған кезде ол тез арада Сонг Енге қарай бет алды, бірақ өлі денені шатырдан шығарып жатқанын көрді. Ол көзіне жас алып, сол өлі дененің бетіндегі тіндерді алып тастады. Бірақ бақытымызға орай, бұл басқа біреу болып шықты. Біздің кейіпкеріміз Сун Ян аман есен, бірақ басқа шатырда. Су Цзин сол шатырдағы Сун Янның қасына келгенде, қазірдің өзінде армия офицері бар. Ол Сун Янмен бірге елге қызмет еткен. Сун Янның әскери қызметтегі жақын досы. Ол Су Цзин Сун Янның әйелі деп ойлайды. Өйткені ол оның суретін Сун Ян үнемі өзімен бірге алып жүретін оттықта көрген. Әскери борышын өтеп жүрген кезінде Сун Ян оған үйге келе салысымен осы әйелге үйленетінін айтқан. Бірақ қазір Сонг Ян оған әлі оның әйелі емес екенін айтады. Кейбір кедергілер бар, сондықтан олар әлі үйленбеген. Содан кейін Сонг Ян досының формасындағы патчтарды көреді. Сонг Ян әскерден кеткен кезде оның дәрежесі көтерілді. Содан кейін өрт сөндірушілер Сонг Янмен кездесуге келді. Олар оған Сонг Янның бұрын құтқарған баласы туралы айтып берді. Бұл шын мәнінде басқа аймақта жер сілкінісінен зардап шеккендерге көмек көрсетумен айналысқан әскери қызметкердің ұлы. Және ол ұлының жер сілкінісі салдарынан болған апаттан аман қалғанын білгенде қатты қуанды. Қазіргі уақытқа оралсақ, біз Су Цзин мен Сонг Янның бірге саяхаттап, әртүрлі жерлерге барғанын, фильмдер көргенін және олар бірге тамаша уақыт өткізіп жатыр. Олар азық-түлік дүкеніне барғанда сыртта тапсырыс берудің орнына өз үйінде тамақ дайындауға қажеттінің бәрін сатып алады. Үйге келген соң, Сон Ен екеуіне де тамақ әзірлейді. Содан кейін олар бірге шам жағылған кешкі асты ішеді. Кешкі астан кейін Сонг Ен Су Цзинге кететін уақыты келгенін айтады. Содан кейін ол мұны істегісі келмесе де, оның үйінен шығып кетеді. Су Цзин оның артынан жүгіріп келіп, оның кетуіне жол бермейді. Ол оны сүйеді. Содан кейін оны үйіне апарады. Сол түні оларда бірнеше романтикалық сәттер болды. Олар таңертең таңғы асты бірге ішеді. Содан кейін жұмысқа кетеді. Лифтте Су Цзин өрт сөндіру және құтқару станциясында Сонг Янмен бірге жұмыс істейтін Ли Мен туралы сұрайды. Су Цзин Сонг Янға ұнайма, жоқ па деп уайымдайды. Бірақ Сонг Ян Су Цзинді сүйіп, оған бір ғана әйелді жақсы көретінін айтады. Бұл Су Цзиннің өзі. Өрт сөндіру және құтқару станциясында біз Ли Меннің өз станциясының болашақ жоспарлары туралы айтып жатқанын көреміз. Сол жерде ол жеңіл жөтеле бастайды. Аудиторияда сан да бар. Ол үзіліс кезінде оған бір бөтелке су қалдырып, өзімен бірге алып кету керек деген жазба қалдырады. Оның денсаулығына мұқият болыңыз және көбірек су ішіңіз. Олардың махаббат хикаясы басталғалы тұрған сияқты. Екінші жағынан, Су Цзин ауруханасында жер сілкінісінен зардап шеккендер үшін аянбай еңбек еткені үшін сыйлық беріледі. Бірақ сахнада Су Цзин сыйлықты Сун Янға арнайды.
Өйткені ол көптеген қоқыстардың астында зардап шеккендерді анықтап, Сю Цинді алып кеткен. Олардың емделуіне рахмет. Осыдан кейін аурухананың аға дәрігері өз кабинетінде Сю Цинге осы жер сілкіністері кезінде өзін ең жақсы дәрігер ретінде көрсеткенін айтып, арнайы медаль табыстайды. Сю Циннің әріптесі бұл металды көргенде, ол қатты таңғалды. Өйткені бұл медаль өте құнды және сирек кездеседі. Сонымен қатар, олардың бас дәрігері өмір бойы бұл медальді тапсыратын ешкімді таппады. Бірақ Су Цин бұл медальді одан алған адам. Су Цин үнемі ұялы телефонында Сонг Яннан хабарлама күтіп отырады. Олар қазір қарым-қатынаста болғандықтан, ол Сонг Яннан не істеп жатқаны туралы үнемі хабардар етіп отыруы керек деп күтеді. Түнде Су Цин ақыры Сонг Яннан хабарлама алады. Бұл оны қатты қуантады. Бұл жұп бірге өте сүйкімді көрінеді. Келесі күні дастархан басында Су Цин тағы да анасы мен әкесін Сан Енмен бірге болуға рұқсат беруге көндіруге тырысады. Бірақ екеуі де Санг Енді қайтадан қабылдаудан бас тарту. Оның үстіне, бұл жолы олар Су Цинге өз қалауынша әрекет етпегені үшін ашуын білдіреді. Бірақ бұл жолы Су Цин өзін дайындады. Ол ата-анасының Сон Енға көз жеткізгенін қалайды. Әйтпесе ол оларды тастап кетеді. Ол өмірінің өте ұзақ кезеңінен кейін өзін бақытты сезінетінін айтады. Ол әрқашан ата-анасының қолында қуыршақ болған және ешқашан олардың еркіне қарсы әрекет етпеген. Оларды оның бақытына қамқорлық жасауы керек. Бірақ олар әлі де өз отбасының құндылығы мен оның отбасылық нормаларына алаңдайды. Оның әкесі олар оған барлық жағдайды жасағанын және оны ешқашан асырап алған баласындай сезінбегенін айтады. Бірақ соған қарамастан, ол Сонг Янның жағына шығады. Әзірге Су Цин ата-анасы оны әрқашан отбасын жақсырақ көрсету үшін нысан ретінде пайдаланғанына сенеді. Сонымен қатар, олар оны қоғамға және оның қаржылық пайдасын көрсету үшін қалаған адамына үйлендірмекші. Содан кейін Су Цин оларға көлігі мен үйінің кілтін қайтарып береді де, ата-анасы берген еш нәрсені пайдаланбайтынын айтады. Сонымен қатар, ол Сонг Янды қабылдағанға дейін оларға баруды жалғастыратынын айтады. Мен ханым оны алғыссыз бала деп атайды да, үстелден шығып кетеді. Сонымен қатар, мен мырза оларды ренжіткенін айтады. Су Цин ата-анасынан айырылғанына қатты қайғырып, жылап отыр. Бірақ ол әлі де Сонг Янмен бірге тұруға бел буып, үйден шығып кетеді. Жатын бөлмеде Су Циннің әкесі мен ханымға балаларына ешқашан тым қатал болмау керектігін айтады. Бірақ мен ханым оның жақсы болуына кедергі келтіреді. Өйткені олар бұған дейін талқылаған болатын. Және осы мәселе бойынша келіскен, яғни олар бәрібір балаларын тәртіпке келтіреді. Сондықтан олардың балалары ешқашан оларға қарсы шықпайды. Мен мырзаның жүрегінде мейірімділік бар сияқты. Бірақ ол әйелінің алдында дәрменсіз және өз бетінше шешім қабылдай алмайды. Мұңайған Су Цин көпірде Сонг Янды күтіп отыр. Сан Ян ол жаққа келгенде, оны құшақтау үшін тез секіреді. Ол ата-анасын тастап кеткеннен кейін, оны қатты сағынды. Сан Ян оны үйіне апарады. Ол оны Су Цинді жылы қарсы алатын тәтесі мен ағасымен таныстырады. Олар кешкі асты бірге ішіп, дастархан басында өте тәтті әңгімелеседі. Олар шын мәнінде өте бақытты және мағыналы өмір сүрген отбасы сияқты әсер қалдырады. Екінші жағынан, анасы оған әрқашан ақшасымен және мәртебесімен мақтанатын. Ол Су Цинді қымбат сауда орталықтарына апарып, өзімен бірге қымбат заттарды сатып алады. Бірақ олардың рухы бір-біріне онша жақын емес. Анасы да оны жақсы білімді, қаржылық тәжірибесі мол басқа жігітпен таныстырады. Бірақ оның алдында Су Цин өзінің жігіті бар екенін айтады. Ал олардың қасында Сонг Ян тұр. Ол оны нұсқап, оның жігіті екенін айтады. Сосын оның қасына келеді. Сонг Ян алға шығып, Су Циннің анасына Су Цинді үйіне апарып жатқанын айтады. Анасы оларды ашулы жүзімен тастап кетеді. Су Цин Сонг Янды қатты құшақтап алғаны сонша, ол анасымен бірге өткізген өте қарбалас күнді бастан өткергендей болды. Енді ол қайтадан көкте. Сонг Янның немере ағасы Джи Мао да сонда. Ол Сонг Ян мен Сю Цин арасындағы махаббаттың кесірінен өзін елемейтінін сезеді. Осы сәттен бастап Сю Цин Сонг Янмен бірге оның үйінде тұра бастайды. Қазір ол ауруханаға көлікпен емес, велосипедпен барады. Бірақ қазір ол өзін бақытты сезінуде. Ауруханада ол әріптесі доктор Ян Циннің емделіп жатқан кезде қайтыс болған ауыр науқас үшін қайғырып жатқанын біледі. Су Цин доктор Ян Цыға барып, жүрегінде де ауыртпалықты жеңілдетуге тырысады. Ол осы науқастың есептерін қарап шықты. Ал доктор Ян Цы ешқандай қателік жібермеді. Су Цин досын бұл науқас туралы алаңдамау керек деп сендіруге тырысады. Бұл науқас ауруханаға ауыр халде түсті және шұғыл ота жасау керек болды. Бірақ оның отбасы бұл операцияға ақша бөлгісі келмеді. Дәрігерлер оларды қандай да бір жолмен төлеуге көндірді. Бірақ операция сәтсіз аяқталды және науқас аман қала алмады. Қазір науқастың отбасы да ақша талап етіп жатыр. Бұл аурухана әкімшілігі үшін проблемаға айналды. Әріптесі Су Цин қазір отбасы мен науқас үшін алаңдап отыр. Бақытымызға орай, Су Цинмен болған әңгіме пайдалы болып шықты және оның қайғысы біршама азайды. Келесі күні Цзан ата-анасымен түскі ас ішіп жатқанда, ата-анасы Цзаннан өрт сөндіру және құтқару станциясындағы жұмысын тастап кетуін сұрайды.
Өйткені бұл өте қауіпті жұмыс. Ал Цзан өз таңдауы бойынша басқасын оңай таба алады. Бірақ Цзан өз жұмысына құмар және оны тастағысы келмейді. Алдыңғы күндері құтқару операциясы кезінде үлкен жарылыс болды және жарылыстан Цзанның қатты зардап шеккені сонша, оны сол жарылыстың қысымымен ғимараттан лақтырып жібергені анық болды. Бірақ бақытымызға орай, ол көп жарақат алған жоқ. Түнде Цзан Сонг Янға оның жұмыстан кетуін қалайтын ата-анасы туралы айтып береді. Сонг Ян, егер ол ұнамаса, жұмыстан кету керек дейді. Оның үстіне, ол Цзанды өз командасында көргісі келетінін, сондықтан Цзан командада қалса, оған жақсырақ болатынын айтады. Бұл Цзанды қатты қуантады және ол жұмысын жалғастыруды шешеді. Содан кейін біз құтқару тобымызды газдың ағып кетуіне байланысты проблемалар туындаған ғимаратта көреміз. Газ өте улы болғандықтан, құлыптарды өшіру үшін ешкім ішке кіргісі келмейді. Сонг Ян мен Цзан арнайы костюмдер киіп, содан кейін осы қиын тапсырманы орындау үшін ішке кірді. Олар өз жұмыстарын өте жақсы орындады және ағып кетуді жөндеді. Бірақ Сонг Янның костюмі оның арқасындағы металл затқа кездейсоқ тиіп кеткенде жыртылып кетті. Бұл оны улы газға осал етеді. Сан Ин ғимараттан шыққаннан кейін басы айналып, есінен танып қалды. Оны дереу ауруханаға апарды. Онда Су Цзин оған жасанды тыныс берді. Ол үнемі жылайды. Өйткені газ өте улы. Ал Сан Янның жағдайы өте ауыр. Бұл жолы оның аман қалу мүмкіндігі өте аз. Бірақ бақытымызға орай, ол уланудан зардап шекпеді және өмірге қайта оралды. Су Цзин Сонг Янды жоғалтып алу туралы ойға қатты алаңдайды. Сондықтан Сонг Янға қауіп төнбесе де, ол әлі де жылайды. Мұны көрген Сонг Ян оны арт жағынан құшақтап, жұбатады. Ол өзінің негізгі жұмысы болатын басқа лауазымға ауысатынын, өрт сөндірушілерді оқытатынын және құтқару жұмыстарына өзі қатыспайтынын айтты. Содан кейін біз компанияның бірнеше қызметкерінің отшашуларды жарып, саладағы өсуін тойлап жатқанын көреміз. Өкінішке орай, отшашу олардың компаниясының ғимаратына соғылып, үлкен өртке себеп болды. Олар құтқару тобын шақырады. Олар тез келіп, аман қалғандарды шығару үшін ғимараттың ішіне кіреді. Олардың миссиясы кезінде өрт кенеттен күшейіп, жарылыс болады. Өрт сөндірушілердің бірі Ян Ци өрттің ортасында қалып, ауыр жарақат алды. Сонг Ян және оның командасы басқа өрт сөндірушіні іздей бастайды. Олар оны өте ауыр халде тапты. Сондықтан олар жолдасын алып ауруханаға асығады. Ауруханада дәрігерлер қолдан келгеннің бәрін жасайды. Бірақ олар өрт сөндірушінің оқ жарақатынан аман қалуын қамтамасыз ете алмайды және ол адамзатқа қызмет етіп, өте жас кезінде қайтыс болады. Бұл өрт сөндірушілер мен дәрігерлердің барлық қызметкерлерін қатты қынжылтады. Сонымен мұны әсіресе жүрегіне жақын қабылдайды және Су Цзинге қазіргі жұмысын тастап кете алмайтынын айтады. Ол жас сарбазының құрбандығының бекер болғанын қаламайды. Сондықтан ол сол жерде жұмысын жалғастырады. Сонда біз Су Цзиннің ағасы Ян Ченнің де анасының асқан мінезінен жалыққанын көреміз. Ол да анасымен ұрысып, ашуланып, үйден шығып кетеді. Ол ашуын сусынмен шығару үшін барға барады. Бардың даяшысы Ян Ченді сол жерде көргенде, бұл туралы Ян Ченмен кездескісі келген бұрынғы әріптесі И Цзіға хабарлайды. Сондықтан И Цзі барға тез жақындап, Ян Ченмен сөйлесуге тырысады. Ол Ян Ченді оған қызықтырады деп ойлайды. Өйткені ол оған әрқашан көмектесіп келген. Сонымен қатар, ол бұған дейін оны мейрамханада емдеген. Бірақ қазір И Цзі Ян Ченге оны қатты ұнататынын айтқан кезде, Ян Чен өте салқын жауап береді. Ол И Цзі ақшадан гөрі маңызды деп ойлайды. Сондықтан ол оны қатты ұнатады. Ол И Цзідан ақшаны қалағанынша алып, кетуін сұрайды. Ян Чен оны дұрыс бағалайтынына сенеді. Бірақ оның сөздері Ян Ченге ғашық болып көрінетін И Цзіға қатты ауыр тиді. Ол Ян Ченнен мұндай жауап күтпеді. Ол тез бөлмеден шығып, бұрышта жылай бастайды. Біраз уақыттан кейін ол Ян Ченнен кек алуды шешеді. Ол мүлдем мас күйінде Ян Чен тұрған бөлмеге қайтады. Ол киімін жұлып алады. Сонымен қатар мойнында көгерген жерлер қалдырады. Ян Чанның анасы оған қоңырау шалғанда, Цзі телефонды алып, жылай бастайды. Осыдан кейін ол әңгімені аяқтап, оның мектебіндегі сынып жетекшісіне хабарласады. Ол оған Ян Ченнің барда оны зорлағанын айтады. Барлық студенттер оған көмектесу үшін сол жерге келеді. Осы уақытта Ян Ченнің анасы адвокатына телефон соғып, олар бұл істі қалай қарау керектігін талқылап жатыр. Олар И Цзіға біраз ақша ұсынып, мәселені шешуге бел буды. Бірақ олар оның банктік шотының нөмірін сұрағанда, Ян Цзин кенеттен есін жиып, И Цзіға банктік шотын анасына берсе, түрмеге түсетінін айтады. Ол анасын жақсы біледі. Ол өзіне қарсы И Цзі тактикасын қолданбақшы. Сондықтан И Цзі шот нөмірін бермейді. Содан кейін И Цзі Ян Ченді полиция шақырып, Ян Ченді олардың көзінше зорлады деп айыптағаны үшін қорқытады. Әрине, И Цзі Ян Ченге ғашық емес еді және ол мұның бәрін ақша үшін жасады. Ян Чен ол туралы дұрыс айтты. Енді оның ниеті туралы естігенде, Ян Чен оған қалағанын істей алатынын айтады. Өйткені Ян Чен қазіргі өмірінен қатты күйзеледі. Ол өмірінің соңында қалай болатынын көргісі келеді. Сондықтан Си полицияға хабарласады.
ал Ян Чен түрмеге жабылады. Ян Ченнің ата-анасы ұлына кепілдік беруге келгенде, полиция оларға Ян Циннің қылмысын мойындағанын және ол мұны істегісі келмейтінін хабарлайды. Ешкіммен кездескім келмейді. Бұл адам шынымен депрессияға ұшыраған сияқты және оның өмірге деген қызығушылығы қалған жоқ. Бұл арада Су Цин ағасы туралы да білетін болады. Сондықтан ол тез арада Сонг Янмен бірге полиция бөлімшесіне барады. Ол Ян Цинмен прокурор арқылы сөйлесуге тырысады. Бірақ Ян Чен ешкіммен кездескісі келмейді. Осы уақытта Сун Ян Саудан бірнеше колледж студенттерінің барға келгенін біледі. Сол кезде Ици Ян Ченді зорлады деп айыптады. Ал қазір бұл колледж студенттері полиция мен сот органдарына қысым көрсетіп, жәбірленушіні жазалау үшін желіде ақпарат таратып жатыр. Сонымен Ицинің Си Мяоның сыныптасы екенін есіне алады және ол бұл іс туралы көбірек білу керек. Сондықтан ол оны қарсы алуға барады. Си Мао сол түні сол барға барып, Есидің мойнын көгерткенін көрді. Ол бәрін реттеп, кінәні Ян Ченге жүктеуді жоспарлады. Цзы Мао мұны көргенде шошып кетті. Тіпті Ицинің осының бәрін дәлел ретінде жасап жатқанын видеоға түсіріп алды. Енді Цзының өзі бұл мәлімдемені полицияға беру керек пе, жоқ па деп абдырап қалды. Өйткені мен отбасы Цзы отбасын жиі мазақ ететін. Ол олардың Сонг Янның ата-анасының өмірін қалай бұзғаны туралы бәрін біледі. Ал Сонг Ян әскерге баруға өтініш бергенде, оны әскерге алмауды талап еткен мен отбасы болды. Чанның әкесі тіпті мен отбасына барып, Сонг Янның болашағын құртпауды өтінді. Бірақ соған қарамастан, олар Сун Янның әскерде немесе өрт сөндіру және құтқару бекетінде қызмет етуіне әрқашан басты кедергі болды. Сондықтан ол бұл жолы мен отбасына көмектескісі келмейді. Мұның бәрін естіген Сун Ян оған мұның бәрін білетінін, бірақ бәрібір кек алмайтынын айтты. Ол мен отбасына ренжіп, өмір сүргісі келмейді. Сонымен қатар, ол мен отбасына көмектескісі келмейтінін, тек Чанның дұрыс әрекет еткенін қалайтынын айтады. Чан Мао полицияға куәлік беруге келіседі. Бірақ ол мұны өзінше жасағысы келеді. Оған мен отбасынан ақша керек емес, бірақ Ян Ченнің анасы мен әкесімен Чайдың үйінде оңаша кездескісі келеді. Оның ата-анасы дәл қазір Чайдың үйіне келіп, олармен не істегісі келетінін сұрайды. Чай олардың барлық әрекеттерін және оның отбасына не істегендерін еске түсіреді. Ол олардың барлық әрекеттерін полиция алдында мойындағанын қалайды. Сонымен қатар әкесі бірнеше жыл бұрын олардың алдында тізерлеп отырғандай, олардың алдында тізе бүгуін қалайды. Содан кейін ол оларға осы дәлелдерді береді. Ян Ченнің ата-анасының оның бұйрығын орындаудан басқа амалы жоқ. Өйткені олар ұлын қандай жағдайда болса да босатқысы келеді. Бірінші әкесі тізе бүгуге тырысады. Бірақ анасы оның барлық әрекеттері дұрыс емес бағытта екенін айтып, оны тоқтатады. Сондықтан ол тізе бүгуі керек. Көзіне жас алып, ол тізесіне отыру үшін бір аяғын сәл бүгеді. Бірақ кенеттен жай оны тоқтатады. Ол дәлелдер келтіреді. Өйткені ол Сю Циннің ата-анасының алдында тізерлеп отырғанын көре алмайды. Ян Ченнің анасы полицияға осы айғақтарды береді. Сондай ақ оның бұрынғы барлық теріс қылықтарын мойындайды. Полиция Ян Ченді кінәсіз болғандықтан тұтқындады. Ал олар анасын түрмеге қамады. Ол өз балаларының оны осы жаста азап шеккеніне ашуланады. Мұны естіген Ян Чен, олардың отбасындағы біреу олардың барлық дұрыс емес әрекеттері үшін жауапкершілікті өз мойнына алу керек дейді. Осы уақытта полицияда Ицини Ян Ченді жалған айыптағаны үшін қамауға алды. Мұны көрген Ян Чен полицияға барып, Ицини сотқа бергісі келмейтінін және оны босату керектігін айтты. Содан кейін ол Ициға барып, одан жаңа өмір бастауын және мұндай тактиканы ешқашан қайталамауын өтінді. Ян Чен шынымен де джентльмен. Ақырында біз Сонг Ян мен Су Циннің үйлеріне оралып, болашақты бірге жоспарлап жатқанын көреміз. Олар да үйлену көйлектерімен фотосессияға барды. Олар бұл костюмдерде өте әдемі жұпқа ұқсайды. Екінші жағынан, Су Циннің әкесі әйеліне кепілдік беру туралы өтініш жасайды. Су Циннің анасының қалауымен әрекет еткен аурухана директоры да қамауға алынды. Изи заттарын жинап, дәл қазір жаңа өмір бастауды жоспарлап отыр. Бір күні Чжу Циннің әкесі Сун Янның үйіне сыйлықтармен келеді. Ол қызының Сун Янмен шынымен бақытты екенін көреді. Ол Сун Янның отбасымен танысады. Тіпті бірге түскі ас ішеді. Енді ол қызының бақытын отбасының стандарттары мен номиналды құндылығынан жоғары қойғысы келетін басқа адамға айналды. Сондықтан ол қызын қуана Сан Янға қалдырады. Сан Ян да оны өмір бойы қызына жақсы қарайтынына сендіреді. Осыдан кейін біз Сан Янның Су Цинді жаңа үйіне апарып жатқанын көреміз. Бұл Сонг Янның Су Цинге өз қалауынша өмір сүру үшін салған өте жайлы үйі. Тіпті төбесінде Су Циннің үйінде болғысы келетін шөп алаңы да бар. Сонымен қатар, ол Су Циннің атына тіркелген. Міне, Сонг Ян тізерлеп отырып, Су Цинге оған үйленуді ұсынады. Ол оған өмірінің соңғы демі қалғанша, оған әрқашан жақсы күтім жасайтынына уәде береді. Содан кейін біз Су Циннің ағасымен мейрамханада кездесіп жүргенін көреміз. Ян Цин Су Циннің сақинасын көріп, оны құттықтайды. Енді ол да оның отбасымен бірге болса да, жоқ болса да, бақытты болғанын қалайды. Олар мейрамханадан шығып бара жатқанда, Су Цин оған ризашылығын білдіру үшін ызымыс жазады. Ол ағасына үнемі көмектесіп, ерекше көңіл бөлгені үшін алғысын білдіреді. Ян Цин бұл хабарды оқығаннан кейін артына бұрылып,
Су Цзинді көргенде жымиды. Біз оның күлгенін бірінші рет көріп отырмыз. Сонымен қатар, Су Цзиннің анасы Су Цзин мен Сонг Йен арасындағы қарым-қатынасқа риза. Бірнеше күннен кейін елде қорқынышты цунами болады. Барлық жерде цунами адам өмірі мен дүние мүлкінің орасан зор шығыны мен жойылуына әкеліп соқтырады. Бұл арада Ян Ченде қарт ерлі зайыптылардың ауруханаға түсуіне көмектесіп жатыр. Жолда келе жатқан адамдарға көмектесіп жатқан ZZ көлігін көреді. Құтқару тобы да цунамиден зардап шеккендерге көмектесу үшін барын салды. Түнде тайфун салдарынан көптеген көліктер апатқа ұшырады. Көліктердің бірінде мен отбасы бар. Алған жарақаттарынан зардап шеккен Су Цзиннің анасы бар күшін жинап, көмекке шақыру үшін мүйізін басады. Бақытымызға орай, Сан ең қазірдің өзінде бар. Міне, ол дыбыстық сигнал береді, және ол көмекке келеді. Ол көліктің әйнегін сындырып, оның ішінде Су Цзиннің анасы тұрғанын көреді. Ол оны көлігінен шығарып, арқасына көтеріп, қауіпсіз фургонға апарады. Фургонда барлығы өрт сөндіруші капитанды мақтап жатқанда, мен ханым оның менің қызымның жігіті екенін мақтанышпен айтады. Цунами аяқталғаннан кейін, мен ханым Сун Ян мен Су Цзиннің үйлену тойын өзі ұйымдастырады. Сонымен қатар, біз қазір Цзан мен Ли Мүнгерді бірге көріп отырмыз. Соңында біз Су Цзин мен Сун Янды Терри үйінің төбесіндегі бақшада отырғанын көреміз. Сун Ян жаттығудың басында өрт сөндіруші болуға берген анты туралы айтады. Бұл адамзатқа қорықпай және риясыз көмектесуге